Бүгін мен сіздерге смузиді қалай дайындау керек екенін көрсететін боламын. Бұл бірінші тәсілі, бұл екінші тәсілі, үшінші түрі және де төртінші түрі. Қазір қалай дайындалатынын осы төрт түрінің толықтай түсіндіріп өтетін боламын. Ең алдымен бірінші түріне біз киви, алма және де мандарин қосатын боламыз. Біз оның үстіне 100 грамм кефир қосып, барлығын блендермен араластыруымыз қажет. Жақсылап біркелкі дәрежеге жеткізуіміз қажет, сосын біздің бірінші смузиміз дайын болады. Стаканға толғанша құясыздар. Ал енді екінші түрі киви, алма, имбирь және де апельсин қостық. Осыны жақсылап біз бірінші араластырып алуымыз қажет. Сосын барып үстіне кефир құятын боламыз. Кефирді құямыз, 100 грамм кефир. Барлығын бір рет тағы араластырып жібереміз, сосын стаканға құйып ішсек болады. Міне біздің смузи дайын. Енді стаканға құйып ішеміз. Сіздер смузиға банан да қоссаңыздар болады, немесе қызылша да қоссаңыздар болады. Ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз. Ал енді үшіншісі алма, мандарин, қияр және де сәбіз қостым. Айран қостым 100 грамм. Барлығын жақсылап тұрып араластырдым. Біркелкі дәрежеге жетуі қажет. Міне біздің үшінші смузи дайын. Енді бұны стаканға құйып ішеміз. Төртінші түрі апельсин, киви, мандарин және де қызанақ, яғни помидор қостық. Үстіне кефир қостық. Барлығын жақсылап тұрып блендермен өткіземіз. Осылай төртінші түрі де дайын болады. Қызанақтың сыртын ашуға да болады. Қаласаңыздар, ашмасаңыздар да болады. Барлығы біркелкі дәрежеге жетеді. Міне дайын болды. Енді стаканға құямыз. Біздің 4 смузиіміз да дайын болды. Қалағанша өздеріңіздің фантазияларыңызға келтіріп, жасап, осылай ішсеңіздер, өте жақсы асқазанды жақсы тазалайды. Детокс марафонын осылай жасауға болады.